4 жыл 8 семестр. Мұнан аса қиын күндер. Қас қағым сәтте өте шықты. Кеше ғана талапкер, облысымыздың ежелгі оқу орнының студенті болып еді. Енді міне бүгін бір маман иесі. Еліміздің болашағын жетілдіретін, оқытып тәрбиелейтін мұғалім. Ендеше осы бүгінгі мереке иелері атты бүкіл Сарыарқа жеріне танымал, атағы байтақ елімізге әйгілі Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің түлектерін құттықтаймыз. Неумолимо идет время. Кажется, что это было очень давно, когда они были абитуриентами. Потом им всем повезло. Они стали студентами одного из старейших учебных заведений области – кузницы педагогических кадров, педагогического высшего колледжа имени Бейсена Ахметова. А сегодня они уже выпускники, специалисты отрасли образования. Их ждут в школах и детских садах города области. Они – виновники сегодняшнего торжества, у которых за плечами 4 года обучения, 8 бессонных сессий, более 1000 книг на интересных книг. Поздравляем 92-й выпуск нашего колледжа. Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледждің 92 түлектерін арналған соңғы қоңырау мерекесін салтанатты түрде ашық деп жариялаймын. Торжество, посвященное 92-му выпуску педагогического высшего колледжа имени Бейсена Ахметова, объявляется открытой. Құттықтау сөзін колледж басшысы Мираш Камзеновна Шабанбаеваға беріледі. Құрметті әріптестер, ата-аналар мен қымбатты біздің шәкірттеріміз, білім беру тарихында өзінің ерекшелігімен есте қалатын оқу жылының сәтті және табысты аяқталуымен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Сегодня важный для всех нас день. И пусть для меня лично это не первая линейка в честь последнего звонка, но каждый раз я переживаю новые эмоции и провожаю вас в новый путь замирающим сердцем. Завершился очередной этап периода студенческой жизни. Впереди вас ждут летние каникулы, а значит заряд здоровья и светлых эмоций. Поздравляю выпускников, которые приступают к педагогической деятельности. Желаю всем вам успешно сдать государственный экзамен, подтвердить свои знания, стать настоящим учителем. Дорогие наши родители, вы всегда были рядом и поддерживали нас. Вы помогали нам преодолевать все трудности учебы и любые препятствия на пути к нашим победам. В этот день мы от чистого сердца говорим вам спасибо. Ну и, конечно, наши дорогие учителя, наставники наших детей, примите искреннюю благодарность за труд и заботу, которую вы вкладываете в наших детей. Всем здоровья, мира и согласия.
Соңғы қоңырау бір ғажап жиын екен, қуаныш қой сонда да қиын екен. Өйткені сен колледжбен қоштасасың, қоштасудың қашанда күйіп өтен. Соңғы қоңырау бір ғажап жиын екен. Как быстро наступил последний в колледже день для нас. Увы, и вот уже пробил печальное расставание час. За 92 года своей истории колледж вырастил целую плеяду поколений, которые принесли славу и гордость нашему учебному заведению. Благодаря самоотверженному труду, большой любви к своей профессии наших педагогов старшего поколения, который является золотым фондом педагогического колледжа, наше учебное заведение продолжает годами сложенные свои добрые традиции в подготовке кадров для школ города и области. Бүгінгі колледж түлектерінің өздерінің ақ ниеттерін білдіру үшін сөзді бөлім меңгерушілері Сәулет Бөлтіріпқызы Жаңғазиноваға және Гүлнар Амирханқызы Тасыбаеваға беріледі. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқу бітіруші түлектер, сіздерді оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Аяулы менің әріптестерім, сіздердің жас ұрпақтың санасына сынала енгізетін тәлім тәрбие үлгі-өнеге өлшеусіз. Сіздер жастардың болашағын айқындайсыздар. Бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жемісті күннің кепілі. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастыратын бәріңізге мәлім. Қоғам мен адамзат атындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен қиындық қатар жүретін ұстаздық жолдарыңызға тек өрлеу мен өсуге баспасын. Ал колледж бітіруші түлектерге үлкен өмірге қанат қағып барасыздар. Қанаттарын талмасын биіктерге шырқа. Еңбекке араласатындарыңыз таңдаған мамандықтарының мықты маманы, кәсіпқой болыңыздар. Осы біліммен тоқталып қана қоймай, жоғарғы оқу орнына түсіп, студенттік дәуірі қызықты өткізіп, абыроймен бітірулеріңізге тілектеспін. Колледж өмірі артта қалды. Алдында күтіп тұрған жаңа өмірдің баспалдақтарынан сүрінбей өте беруіңізге тілектеспін. Дорогие выпускники, вот и пришел момент прощания. Вы успешно освоили курс и заняли свое место в строю молодых специалистов. Благодарим вас за проявленную инициативу, креативность и неиссякаемую энергию, послужившую движущей силой для многих увлекательных и интересных начинаний. Очень хочу, чтобы Фортуна проявила свое участие на самом первом этапе вашей профессиональной деятельности, своевременно предложив выгодное трудоустройство. Будьте добросовестны и настойчивы, на деле осваивая профессиональные навыки. В добрый путь, выпускник. Теперь вы не просто студенты, а дипломированные специалисты в определенной области. Желаю вам найти успешное применение полученных теоретических знаний, построить успешную карьеру и претворить в жизнь все задуманные планы. Пусть знания, полученные в нашем колледже, помогут вам подняться на самую высокую ступень профессионального мастерства, добиться потрясающих результатов на пути совершенствования. В добрый путь, наш выпускник! Әр түлектің бүгінгі жеткен жетістігі ол ата-ананың да ерекше жеңісі. 4 жыл бойы өз баласын осы киелі оқу орнында оқытсам, адам қылсам, үлкен маман болғанын көрсем деген арманмен ата-аналар да өте көп толғаныста, кейде реніште де болады. Ендеше бүгінгі мереке ата-аналар үшін де ақ түйенің қарны жарылып, біреу жетіп, біреуі жетпеген аса қуанышты күн. Келесі сөз кезегін ата-аналарға береміз. Ин 41 тобының студенті Бірлестік Аяжанның анасы, құрметті ұстаздар және Ләйлә Ихсан қызы, сіздерді оқу жылының және балалардың кәсіби мамандықтарын алған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңіздің шынар жемісін көріңіздер. Отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік, баянды бақыт тілеймін. Здравствуйте, я Байлет Ардақ, мама студентки группы Им-41 Бірлестік Аяжан. Уважаемые преподаватели, учителя-предметники, хочу поздравить вас с окончанием учебного года, с окончанием учебы наших детей,
Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успеха вам в работе, счастья в семейной и личной жизни. От имени всех родителей группы М41 отдельные слова благодарности хочется выразить нашему куратору Ляле Ахсановне, которая смогла раскрыть потенциал в наших детях. Спасибо вам большое, Ляля Ахсановна, за то, что вы внесли огромный вклад в их образование, в становление их как личности. Хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, хочу пожелать вам счастья, успеха вам в работе, во всех ваших начинаниях и побольше вам благодарных студентов. Оборачиваясь на 4 года назад, сейчас, мы понимаем, что наши дети сделали правильный выбор, выбрав высший педагогический колледж имени Бейсена Ахметова. Выпускники уходят навсегда, уходят жить, работать и вливаться. А первый курс опять придет сюда, в науке воспитания разбираться. Сөз кезегін бірінші курс студенттеріне беріледі. Құрметті жас маман, біз бірінші курс студенттері сіздерді оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Сәт сапар, жас маман. Дорогие выпускники, мы, группа М11, от всего сердца поздравляем вас с окончанием колледжа и желаем вам, чтобы вы никогда не стояли на одном месте, а всегда гордо двигались вперед. Закончена учеба и колледж позади. Желаю вам, ребята, счастливого пути. Вперед идите смело, вы взрослые уже. Пусть каждому найдется работа по душе. Пусть сбудутся все планы, минует вас беда. Быть оптимистом надо, надеяться всегда. Дорогие выпускники, добрый путь вас провожаем и желаем, чтобы у вас был мир возможностей бескрайний и мечты сбывались каждый раз. Что все, к чему вы так стремитесь, несло вам радость и успех. Умейте, развивайтесь, новому учитесь и будьте вы счастливее всех. Поздравляю вас с окончанием колледжа и желаю никогда не стоять на месте, а всегда гордо и смело идти вперед. И пусть жизнь будет полна любви, радости и счастья. Ұстаз деген есіміне басымды ем табынам. Ұстаз деген есіміне өмір бойы нәр алам. Сенің тұлған мәңгі бақи жүрегімде жадымда, саған шәкірт болғаныма өмір бақи мақтанам. Наших чувств, не растраченных чашу, и живое дыхание весны, и любовь, и признательность нашу адресуем классным мы. Такие слова благодарности говорят выпускники своим классным руководителям и хотят услышать слова напутствия в этот памятный для всех день. Слово предоставляется классному руководителю, выпускнице нашего колледжа Ареновой Рошан Евгеньевне. Құрметті және қымбатты Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледждің ұстаздары, әкімшілігі және студенттері. Сіздерді 2020-2021 оқу жылының аяқталуына құттықтаймын. Сіздерге тілейтінім зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат. Осы колледжде өзім студент ретінде тәлім-тәрбие алдым. Жас маман ретінде келгенде тәжірибе жинадым. Осы алған тәжірибем үшін, алған тәлім-тәрбием үшін колледж әкімшілігіне және ұстаздарына алғысым шексіз. Болашақ жас мамандарға және түлектерге, сіздерге тек қана колледжіміздің атын жоғарылата беріңіздер деп тілеймін. Алдарыңызға тек қана ақ жол болсын. Құттықтау сөзі колледж түлегі Марина Сахроваға беріледі. Құрметті ұстаздар қауымы, түлектер, сіздерді оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы мен өзім осы колледждің түлегімін. 3 жыл қатарынан бұл жерде білім алып, жақсы жетістіктерге жеттім деген ойдамын. Жалпы біздің колледжімізде мықты мамандар жұмыс жасауда. Ал түлектер, сіздерге айтарым, қанаттарың талмасын, тек қана биіктерден көрінбеңдер. Жолдама алдың өмірге талаптанып, ұстаздықтың меңгеріп мамандығын. Қанаттанып жатырсыңдар шаттанып, құтты болсын демекпіз қадамдарың. А все кончается, кончается, кончается. Звонок прощальный всех нас вместе собери. Пока же в колледже наша жизнь еще вращается, звени звонок, запомни эти дни.
қашанға шәкірт болғанда Оқыған балапанем ұядағы Қырандай жігерлердің қиядағы Ұстазға деген ыстық сағынышым Бәріңде қалай ғана сияды Ұстазым мені қап-қара екен Баулыған асыл өмірге Жүрегім дархан өзіңнен қалқан Биікке шықсам егерде Өмірдің білмейтін қатпарларын Бойыма сіңіргенше тоқталмадым Алдымнан шықты бүгін қолым бұлғап Қанша жыл қиялдаған тәтті арманым Ұстазым мені қап-қара екен Баулыған асыл өмірге Жүрегім дархан өзіңнен қалқан Биікке шықсам егерде Сағынамыз күн сайын, кездесейік жыл сайын, сіздерге жалын жүректен, айтамыз достық тілекпен. Әрқашан сәтті жол болсын, сапарыңыз оң болсын. Всем нашим встречам разлуки были суждены, тех коридор и звонки нам уже не слышны. Годы прошли и уже повзрослели ребята, вот и окончилось все, расставаться пора. Жолың болсын алысқа атанғандар, атанған соң ешқашан тоқталмаңдар. Сендерсіңдер өмірдің бар бақыты, көздерінде керемет от бар жандар. Сәт сапар, түлектер.